Бүгін сіздерге жылқы етінен дайындалған қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен қуырдақты дайындау үшін осындай жаңадан сойылған жылқы еті қажет болады. Еттің қара кесек етті пайдалануға болады. Қыстық соғымды жаңадан сойған кезде ең алдымен дайындалатын тамның бірі бұл қуырдақ. Мінекей, қуырдағымызды осылай қазанға салып, үстінен бір кружкадай, яғни 200 мг суымызды құямыз. Астын баяу отқа қойып, қайнатамыз. Мына жақта бөлек бауырымызды турап алдық. Етті баяу отта 1-1,5 сағат пісіретін боламыз. 15-20 минут сайын араластырып отырған дұрыс. Суы тартылғандығын байқаймыз. Мінекей, біздің етіміз де 1 сағатта пісті. Оның үстінен туралған бауырымызды салып, тағы да 10-15 минут пісіретін боламыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып араластырамыз. Сұйық майдан кішкене құямыз. Жүз миллиграмдай сұйық май құйып, сәл етті баяу отта қуырамыз. Дайын болған қуырдағымызды табаққа салып, қонақтарымызға, отбасымыздағы адамдарға ұсынамыз. Міне, біздің қуырдағымыз да дайын болды. Ас болсын.